Сәлем оқушылар, 11 сынып алгебра сабағын бастайық. Бүгінгі сабақтың тақырыбы санның логарифмі және оның қасиеттері. Сабақты соңына дейін көріңдер. Егер сабақ ұнаса, каналыма тіркеліп, қоңырауды басуды ұмытпаңдар. Осы сабақтан сендер логарифмнің қасиеттерін қолданып, логарифмдік өрнектерді түрлендіруді үйренесіңдер. Ал онда логарифмнің қасиеттерін пайдаланып, есептер шығарайық. Өткен сабағымда мен 13-те 1-ден 13-те 13 аралығындағы есептердің шығару жолдарын шығарып көрсеткенмін. Бүгін 13-те 14-ші есептен бастап шығарамыз. Ал 13-те 14-ші есепте бізде теңдеулер беріліпті, теңдеулерді шешу керек. Ал онда 13-те 14-тің шығару жолдарын көрсетейін. Мен барлығын көрсетпеймін. Біріншісін, 6-сын, 8-шін шығарып көрсетем. Қалғандары да дәл соларға қарап шығарылады. Қараңдар, онда біз жазып қоямыз. Логарифм мысалы а негізі x тең v болған кезде, бұдан кеп шығатын еді x тең а-ның v дәрежесіне. Дәл осы сияқты міне біз не істейміз? Осы оларды қолданамыз. Бұл жерден x табу үшін x тең негіздің теңдіктің ана бетінде тұрған санның дәрежесіне еді. Бұл жерде де сондай міне x тең болады 3-тің минус 1 дәрежесіне. Бізде минус 1 дәреже дегеніміз бізде а-ның минус n дәрежесінен минус дәрежеден құтылу үшін 1 бөлінген а-ның плюс n дәрежесі деп жазып алатын едік. Бұл формула. Сонда бұл дегеніміз 1 бөлінген 3-тің 1 дәрежесі болады да 3-тің 1 дәрежесі 3-тің өзі болады. Сонда x неге тең екен? 3-тен 1-ге тең екен. Жауабы 3-тен 1. Екіншісінде де дәл сондай. Міне бізде x-ті табу үшін логарифм алдында тұрған өрнек негіздің теңдіктің ана бетінде екінші бетіне тұрған санның дәрежесі көрсеткішіне тең еді. Бұдан x табу үшін x тең міне 7-нің 0 дәрежесі болады. Кез келген санның 0 дәрежесі бізге неге тең? 1-ге тең. Сонда бұның жауабы еді бізде не болып тұр? 1 болып тұр міне. 8-ші есепті көрсетейін. 8-шісінде де дәл міне x-ті табу үшін x тең 2-ден 1-дің минус 3 дәрежесі міне. x тең міне 2-ден 1-дің бізде минус 3 дәрежесі. Бізде мынандай а бөлінген v-ның бөлшектің минус дәрежесі болса, біз бұл минус дәрежеден құтылу үшін бөлшектің алым мен бөлімін орнына ауыстырып, плюс дәрежеге келтіретін едік. Сонда x тең бұл 2 бөлінген 1-дің 3 дәрежесі болады. X тең 2-ні 1-ге бөлсек бізде не болады? 2-нің өзі болады да 2-нің 3 дәрежесі бізде не шығады? 8 шығады. Яғни бұл есептің жауабы 8-ге тең екен. Міне қалғандарында дәл осылай өздерің шығарасыңдар. 13-те 15 пен 16-17 есептерді біз есептеу керек екен. Осы есептерді шығарамыз. Ал онда 13-те 15 есепті шығарып көрсетейін. 13-те 15 есепте бізде айтады, үшіншісін көрсетейін. Логарифмнің түбір асты 3 негізді, логарифм 5 негізді 125 дейді. Яғни сонда жазып қоямыз. Бірінші логарифм түбір асты 3 негізді тұра береді. Логарифм 5 негізін жазамыз да мына 125-ті 5-тің 3 дәрежесі деп аламыз. 5-тің 3 дәрежесі бізде 125-ке тең еді. Енді мына дәреже не істейтін еді? Логарифм алдына түсіп кететін еді. Міне сонда логарифм түбір асты 3 негізді мынау 3 алдына түсіп кетеді да 3 көбейтілген логарифм 5 негізді 5 болатын еді. Сонда енді мынау нені беретін еді? 5 негізді 5 болғаннан кейін, екеуі бірдей болғаннан кейін бұл 1-ді береді да бізде логарифм түбір асты 3 негізді 3 қалатын еді. Енді қараңдар, мына түбірдің негіздің түбірі бар, бізде түбір астына берілген. Оны біз дәреже түріне жазып аламыз. 3-тің 2-ден 1 дәрежесі негізді 3 деп. Енді бізде тағы да мына негіз, бізде мына логарифм таңбасының астында тұрған өрнектің дәрежесі алдына өзі түседі да, ал негіздің дәрежесі алдына 1 бөлінген болып түседі. Сонда бұл алдына түскен кезде 1 бөлінген 2-ден 1 болып түседі. Логарифм 3 негізді 3 өзі тұра береді. Енді бұл не болады? 1 болады. Мынаны біз 1-ді 2-ден 1-ге бөлсек, яғни бұлай 1 бөлінген 2-ден 1 деп алатын болсақ, бұл не болады? Көбейтуге айналып кетіп, 2-нің өзі қалады. Мынау есе 1 болып кетеді.
Енді қараңдар, екіншісі дәл осындай. Міне логарифм мына 2 негізді өз тұра береді. Логарифм 3 негізді өз тұра береді. Логарифмнан да 3-тен 1 негізді жазып қоямыз да, мына 27-ден 1-ді біз 3-тен 1-дің 3 дәрежесі деп жазып аламыз. Енді бұл 3 дәреже не істейді? Өзінің, бізде мынаның алдына түсір жүрмейміз, өзінің алдына түседі. Мына жерге барып түседі. Сонда міне логарифм 2 негізді өз тұрады. Логарифм 3 негізді тұрады да, мына 3 алдына түседі. 3 көбейтілген логарифм 3-тен 1 негізді 3-тен 1 болатын. Енді бұл не болып кетеді? Мынау 1 болып кетеді да. Бізде логарифм 2 негізді, логарифм 3 негізді 3 қалады. Енді мынау да бізде 1 болады да. Сонда логарифм 2 негізді 1. Бізде логарифм таңбасының астында тұрған, яғни 1 санының логарифмі бізде 0-ді береді. Ол формуланы мен жаңа жазып өттім. Барлығын көремін. Мысалы, логарифм а негізді 1 тең 0 деген сөз. 13-те 16-шы есепке тоқталайық. 13-те 16-шы есепте бізде 4 есеп берілген. Мен екеуін шығарып көрсетемін. Қалғандары да соған ұқсайды, өздерің шығарасыңдар. Қараңдар, біріншісінде 1 бөлінген логарифм 9 негізі 27 беріліпті. Біз мына 1 бөлінген бөлшексіз 1-ді жазып қоямыз да. Логарифм, қараңдар, мына екеуінің негізі 1 де емес, біз 1-ге келтіріп алып 1 болып кететіндей. Мысалы, мына 9, мына 27, 27 9-ға келмейді. Қараңдар, бірақ екеуі де 1-де негізге келеді. Мысалы, 9 3-тің 2 дәрежесі, ал мына 27 3-тің 3 дәрежесі. Сонда мына логарифм жазып қоямыз да, мына 9-ды 3-тің 2 дәрежесі деп аламыз, 27-ні 3-тің 3 дәрежесі деп жазып аламыз. Енді бөлшек сызып 1 бөлінген деп жазып аламыз. Мына негіздің дәрежесі алдына бізде 1 бөлінген болып түсетін еді. Міне, ал мынаның дәрежесі есе өзі түсетін еді. Алдына жібереміз да, логарифм мына негізі өзі тұрады, 3 өзі тұрады. Енді мынау не болады? 1 болып кетеді, сонда бізде мына 1 бөлінген, мынау енді көбейтілген кезде мынау 2-ден 3 болып қалады. Бөлшектің бөліміне қысқармайды, сол үшін алымына көбейтіп жазып қоямыз. Тең, енді қараңдар, 1 бөлінген бізде 2-ден 3 дегеніміз, мына бөлшекті біз мына бөлу түрінде жаздық, астында 1 бар деп ойлаймыз да, жай бөлшектерді бөлген кезде біз не істейтін едік? Көбейтуге айналдырып алатын едік. Ол үшін бірінші бөлшек жазып, екінші бөлшектің орнын ауыстырып жазып алатын едік. Міне. Енді бізде ары қарай көбейткенде қысқаратындары жоқ. Сол үшін алымына көбейтіп алымына жазамыз, бөлімдегілерді бөліміне көбейтіп жазып қоямыз, болды. Сонда бізде мына өрнектің мәні бізде 3-тен 2-ге тең екен. Енді қараңдар, біз міне оны шығарып көрсеттік. Енді төртіншісін шығарып көрсетем. Логарифм 3 негізді жақша, логарифм 2 негізді 5, логарифм 5 негізді 8 дейді. Қараңдар, мына екеуінің негіздері әртүрлі болып тұр, иә? Біз ол үшін екеуін бірдей негізге келтіріп аламыз. Мына сыртындағы логарифм 3 негіз өз тұра береді, жақша. Мына логарифм 2 негізді 5-ті жазамыз. Мына логарифм 5 негізді 8-ді біз алдымен мынау 2 ғой, бұл да 2-нің 3 дәрежесін береді. 2-нің 3 дәрежесі деп жазып аламыз. Енді жазып қоямыз, логарифм 5 негізді жақша, логарифм 2 негізді 5 көбейтілген мына 3 енді не істейді? Логарифм алдына түсіп кетіп, 3 көбейтілген логарифм 5 негізді 2 болады. Енді қараңдар, тең логарифм 5 негізді өз тұра береді. Мынаны мен бүйтіп жазып алам. Бізде мынандай да формула бар еді, жазып өте салайын. Логарифм, мысалы, а негізді в болса, біз оның логарифмнің мына негізімен мынаны орын ауыстыру үшін 1 бөлінген логарифм б негізді а деп орын ауыстырып жазуға болатын еді. Дәл сол сияқты мынаны да 1 бөлінген дейміз да, логарифмнан 5 негізді 2 деп жазып аламыз. Көбейту 3 көбейтілген логарифм 5 негізді 2 өз тұра береді. Енді қараңдар, мына екеуі не істейді? Қысқарады да, көбейткен кезде бөлшектің бөлімімен қысқарып кетеді. Бізде тек не қалады? 3 көбейтілген, мынауда 1 болады, мынауда 1 болады. Тең, сонда мына формула тең мына логарифм 5 негізді, мына 1-ді 3-ке көбейтеміз 3, оны 1-ге бөлеміз 3 шығатын. Сонда бізде қайтадан осы логарифм 5 негізді 3-тің өзі қалады. Бұл ары қарай ықшамдалмайды, осы күйінше қалады. Егер мына екеуі бірдей болғанда, біз оны тең 1 деп жазып қоятын едік. Мұны болды, қалған екеуін өздерің осыған қарап шығарасыңдар.
13-те 17 есепті шығарайын. Мен 1 мен 3-ін шығарып көрсетемін. Қалған екеуін өздерің шығарасыңдар. Бұл жерде мынау 3. Біріншісінде қараңдар, 3 бөлінген логарифм 3 негізді 3 дейді. Біріншісінде мына 3-ті жазып қоямыз. Мынау бізде нені беретін еді? Көрініп тұр. Мына екеуі бірдей болатын болса, ол 1-ді беретін еді. Азайту, мына жерде 2-ні жазамыз. Мына екеуі бірдей емес. Сол үшін бұлар 1-ді бермейді. Ол үшін бірдей негізге келтіреміз. Қараңдар. Мынау 8 2-нің 3 дәрежесін береді. 4 есе 2-нің 2 дәрежесін береді. Азайту дейміз, мына 1 бөлінген деп жазып аламыз. Мынаны да дәл солай бірдей негізге келтіреміз. Мысалы, мына 27 бізде 3-тің 3 дәрежесін береді. 81 есе 3-тің 4 дәрежесін береді. Енді қараңдар, мына 3-ті 1-ге бөлсек, енді 3 болады. Азайту, мына 2-ні жазып қоямыз. Мына негіздің дәрежесі алдына бізде 1 бөлінген болып түседі. Ал мына алдында логарифм таңбасының астында тұрған санның дәрежесі өзі түсетін еді. Азайту дейміз да, мынау өзі не болып кетеді? Азайту деп мындай жазып қояйын. Логарифм мына жерде не қалады? 2 негізде 2 қалады. Енді мынау азайту, бөлшек сызамыз. Мынада да дәл сондай. Негіздің дәрежесі алдына 1 бөлінген болып түседі. Мына 1 бөлінген 3 болып. Ал мынаның дәрежесі көбейту 4 болып, ол өзі түседі. Тең, енді мына 3-ті жазамыз. Мына логарифм жазбап, мода да логарифм 3 негізді 3 не керек? Бұл 1 болып кетеді. Сол үшін тастап кетем деп ойлап жазбай кетіп жатырмын. 3 азайту. Енді мынау 1 болып кетеді. Бізде мына 3-тен 1-ді 2-ге көбейтсек, 3-тен мына 2 алымына көбейтіліп кетеді. Сонда 2 бөлінген не керек? 3-тен 2 қалады. Мына бөлшек сызығын сразу бөлу қып жаздым. Енді қараңдар, бұл жерде мына жерге басқа пара қоя салайын. Бұл жерде мына азайту, одан кейін азайтуды жазамыз. Мына азайту, мынада да мына бөлшектің алдындағы 1 өзі тұра береді. Мынау есе мынау 1 болып кетеді. Мына логарифм 3 негізді 3 1 болып кетеді. Бізде 3-тен 1 көбейтілген 4 қалады. 4 бізде 3-тен 1-ге көбейтілген кезде 3-тен мына 4 алымына көбейтіліп кетеді. 3-тен 4 қалады. Тең, мына 3-ті жазып қоямыз. Азайту, 2-нің астында 1 бар деп ойлаймыз да, біз не істейтін едік? Мынаны жай бөлшекке бөлгенде біз көбейтуге айналдырып алатын едік. Ол үшін орнын ауыстырып жазатын едік. Минус дейміз, мына 1-ді де жазамыз. Мына бөлшекті бөлу қып жазып аламыз. Мына 3-тен 4 деп жазамыз. Бұда да сол 3 азайту. Мына жерде көбейткен кезде не істейді? 2 мен 2 қысқарып кетеді, 1 қалады. Алымда 1 мен 3 қалды. 3 бөлінген бөлімде 1 қалды. Азайту, мынада да 1 өз тұра береді. Мына 4-тен 3 деп орын ауысады. Сонда қараңдар, бізде мына жерде 3 азайту 3 минус 4-тен 3 қалды. Сонда 3 пен 3 қысқарып кетеді, минус 4-тен 3-тің өзі қалады. Сонда бірінші есептің жауабы бізде минус 4-тен 3-ке тең екен. Ал енді осының 3-сін шығарып көрсетейін. 3-сінде бізде мынандай есеп берілген. Мына қараңдар, санның дәрежесінде тұр, дәрежелер азайтылып тұр. Бізде мынандай формула береді. А-ның n дәрежесі бөлінген А-ның m дәрежесі болса, А жазылатын еді, n мен m азайтылатын еді. Осы мынау азайту түрінде тұр. Біз оны мына түрінде тұр да мынаған түрлендіреміз. Жазамыз. Ол үшін бізде 2-нің 2 дәрежесі бөлу 2-нің логарифм 2 негізі 5 дәрежесі деп міне. Қараңдар, m-нің орнында 2 тұр, n-нің орнында логарифм тұр. Қосу, мынау формула. Қосу, бізде мына 2-ден 1-ді біз 2-нің минус 1 дәрежесі деп жазып аламыз. Бұның сыртында логарифм 2 негізі 5 дәреже өз тұра береді. Тең. Енді қараңдар, 2-нің 2 дәрежесі бізде 4 болады. Бөлу, мынау нені беретін еді? Бізде 1-ді беретін еді, тек не қалатын еді? 5 қалатын еді. Санның дәрежесінде логарифм тұрып, логарифмнің негізімен осы сан 1-дей болса, бұл 1 болып кетеді, 5 қала салатын еді. Қосылған, мына 2-нің мына минус логарифм 2 негізді 5 дәрежесі болады. Дәреже сыртында дәреже болса, екеуі көбейтілетін еді. Енді қараңдар, бұл дәреже енді не істейді? Мына жаққа шығып кетеді. Бізде логарифм таңбасының астында тұрған сан алдына түседі, оны шығаруға болатын еді. Сонда мынау 4 бөлінген 5-ті біз 5-тен 4 деп жазып аламыз да, қосу 2-нің логарифм 2 негізді 5-тің минус 1 дәрежесі деп жазамыз.
Тең мына 5-тен 4-ті жазып қоямыз. Қосу мынау нені береді? 1-ді береді да бізде 5-тің -1 дәрежесі қалады. 5-тің -1 дәреже минустан құтылу үшін біз оны не істейтін едік? 1 бөлінген 5 деп жазып алатын едік. Енді қараңдар, екеуі қосылған кезде 5 өз ортақ бөлім болады. 4 пен 1 қосылып 5-тен 5 болады. Бұл нені береді? 1-ді бере салады, болды. Ал енді 13-те 18-ші есеп шығарамыз. 13-те 18-ші есепте бізде теңдеуді шешіңдер дейді. 13-те 18-ші есептің мен біріншісін шығарайын. Қараңдар, бізде логарифм а негізі x тең v болса, бұдан x тең a-ның v дәрежесі болады еді, иә? Дәл осыған саламыз. Бізде қараңдар, x-тің орнында 81 тұр, a-ның орнында x тұр, v-ның орнында 4 тұр. X тең деді ма, біз міне x-тің орнында не тұр, соны жазамыз. 81 тең бізде a-ның v дәрежесі x-тің 4 дәрежесі болады. Сонда жазамыз, x-тің 4 дәрежесі бізде неге тең екен? 81-ге тең екен, иә? X-тің 4 дәрежесі тең, мына 81 дегеніміз 3-тің 4 дәрежесі болады. Дәрежелер тең ба, бізде не болады? Негіздерде тең бола салады, болды. Мына, енді қарандар, бұның мен үшіншісін шығарып көрсетемін. Мен үшіншісінде логарифм x негізді 27-ден 1 тең -3 дейді. Бұны да дәл сол сияқты, міне x болса, міне x-тің орнында бізде міне x-тің орнында 27-ден 1 тұр. 27-ден 1 тең дейміз та біз a-ның v дәрежесі, x-тің -3 дәрежесі, міне x-тің -3 дәрежесі. Енді қарандар, бұл жерде мынау 27-ден 1 дегеніміз 1 бөлінген 3-тің 3 дәрежесі деген сөз. 27 тең x-тің -3 дәрежесі. Енді қарандар, бізде мынандай формула береді. Өткенде де айтқам, a-ның -n дәрежесі болса, біз оны 1 бөлінген a-ның n дәрежесі деп жазып алатын едік. Яғни мына түрге түрлендіруге болады. Сонда бұл дегеніміз 3-тің -3 дәрежесі болады екен. Тең x-тің -3 дәрежесі өз тұра береді. Бұның да дәрежелері тең ба, негіздері де тең болады. Яғни 3 тең x немесе x тең 3 деп жазып алуға болады, болды. Сонда бұл есептің жауабы неге тең екен? 3-ке. Мынаның да жауабы 3-ке тең екен. Қалған екеуін өздерің осыған қарап шығарсаңдар болады. Ал онда 13-те 19-ші есепті шығарайық. 13-те 19-ші есепте берілген сандарды а негіздегі логарифм түрінде жазыңдар дейді. А негізінің логарифмі түрінде жаз дейді, а негіздегі. Онда жазамыз, міне логарифм а-ның а неге тең? Бізде 2-ге тең. Негізі 2-ге тең, логарифм түрінде жаз. Бірінші 2 негізді 2-ні тауып аламыз. Бұл нені беретін еді? 1-ді беретін еді. Логарифм а негізді а болса, ол 1-ді береді. Міне біз біріншісін тауып алдық. Енді екіншісін логарифм, міне 2 негізді, екіншісі бізде неге тең? 2-ден 1-ге тең. Онда тең дейміз та, мына логарифм жазамыз. 2-ні жазамыз. 2-ден 1 дегеніміз 2-ның -1 дәрежесін береді, иә? Бұл -1 дәреже енді логарифм алдына түсіп кетіп, логарифм бізде не қалады? 2 негізді 2 қалады. Бұл 1-ді береді та, -1-дің өзі қалады, болды. Енді одан кейінгісін логарифм 2 негізді бізде нені тап дейді? 1-ді тап дейді. Бізде логарифм а негізді 1, яғни бір санның логарифмі әрқашан мына жер 1 болды ма, бұл 0-ді бере береді. Енді қарандар, соңғысын логарифм 2 негізді 0. Бұның мағынасы жоқ. Себебі бізде логарифм алдында тұрған функция әрқашан не болу керек? 0-ден үлкен болу керек. Бұның мағынасы жоқ екен. Болды. Қалғандарын үстіп жазып қойсыңдар. Енді қарандар, екіншісін шығарып көрсетіп атым. Мен екіншісінде де дәл осы, мына бірнеше сандар берілген. Осының негізі а болатын, логарифм түрінде жазыңдар дейді, иә? Ол үшін жазамыз, логарифм 3 негізді, бірінші 3 тең уже болды. Бұл нені береді? 1-ді береді, иә? Одан кейін логарифм 3 негізді -1. Жаңа мен айттым, логарифм алдында тұрған сан, мына жерде тұрған сан әрқашан 0-ден үлкен болу керек дедім. Бұл -1 болған үшін бұның мағынасы жоқ. Бұны да жазбаймыз. Енді қарандар, одан кейінгісі логарифм 3 негізді -3. Қарандар, бұл жердегі санда не болып тұр мынау? Бізде -3 болып тұр. Бізде логарифм алдында тұрған сан әрқашан 0-ден үлкен болу керек. Бізде -3 0-ден кіші. Сол үшін бұның да мағынасы жоқ. Енді қарандар, одан кейінгісін есептейміз. Логарифм 3 негізді енді не болады? 1 болады. Мен жаңа айттым, бір санның логарифмі бізде неге тең? 0-ге тең. Болды. Үстіп жазып қоясыңдар.
Осымен сабағымыз аяқталды. Егер сабақ ұнаса, каналыма тіркеліңдер және достарыңмен бөлісуді ұмытпаңдар.